Орамал таққан қыздың бәрі оңбаған. Мұхамеджан Тазабектің осылай айтқаны рас па? Жәннат бағына апарар жолдаманың бағасы белгілі болды ма? Теңге арғы дүниеде де құнсыз ба? Айнұр Тұрсынбаеваны түрмеге қамау керек. Құлсарыдан қандай шу шықты? Астанаға адам сыймай жатыр деген Серік Жұманғарин елордадан кімдерді көшіруді ұсынды? Қостанай облысының жарты құдайын тоқтатқан полицейлер неге жұмыстан қуылды? Ағайынды Нығматуллиндердің біреуіне іздеу жарияланды. Келесі кезек кімдікі? Армысыздар, бұл Қазақ Айран осы аптада елде болған қызықты да маңызды оқиғаларға шолу жасаймыз. Менің атым Айдана Мейрамбайқызы. Сонымен бұл жетіде елде не болды өзі? Бұрынғы айтыскер ақын Мұхамеджан Тазабек Стамбулда жатып қазақ қоғамына ақыл айтты. Ақын болған соң балтырын теңізге батырып отыра бермей, айналасын барлап жүретіні заңдылық. Сол барлап жүрген сәтінде әдемі бір көрініске куә болған секілді. Бұл туралы Skif News KZ сайтына сілтеме жасап, ақпарат ағыны порталы жазды. Онда Тазабек бүйдеген. Мынандай нәрсеге таң қаламын да. Мәселен, Стамбулдың көшесінде кең киген, басында орамалы бар қызбенен, үстінің бәрі татуировка бір қыз, екеуі күліп ойнап, шай ішіп, кофе ішіп отырады. Татуировкасы бар қыз орамал кигеннен безбейді, орамалы бар қыз татуировкасы бардан қашып отқан жоқ та. Бір-біріне деген бір табиғи толерантностьты байқайсың. Ол екеуінің мүмкін өмірге көзқарасы екі түрлі болуы мүмкін. Бірақ бір-бірінің жүйкесінде ойнамай, бір-бірі туралы артық сөйлемеу деген нәрсенің көрінісін байқайсың. Айтыскер ақынның дұрыс байқағанына ешкімнің дау жоқ. Енді оған қазақтың қандай қатысы бар? Өйткені Тазабек енді Түркияда көргенін қазақ қоғамындағы қайшы түсінікпен салыстырған. Біздің қоғамда қазір мысалы орамал таққан қыз бір әлеуметтік желіде ерсі бір нәрсе жасап қойса, бітті. Бүкіл орамалды қыздың барлығы оңбаған, үйтіп орамалдарын тақпай қойыңдар, неменеге үйтіп 200 болып жүрсіңдер дегендей көпке топырақ шашылып кетіп жатады. Тазабектің бұл пікіріне де қосыламыз. Бір адамның қатесі үшін көпке топырақ шашуға болмайды. Алайда ауыздыға сөз бермейтін ақын мұны неге басқа кезде емес 8 наурыз мерекесінің қарсаңында айтып отыр. Біздіңше әйелдер мерекесінде орамал тағатын қызғырқынға дем беріп қояйын деген секілді. Мұнысын да қате деуге қақымыз жоқ. Жалпы Мұхамеджан Тазабек қай кезде де не деу керек екенін білетін адам. Мәселен, қаңтардың қызуы басылып референдум өтетін кезде Грузиядан 2-3 шумақ өлең жолдаған. Азаммен әтірленіп кофелендім, елімде болып жатқасын референдум. Шет жатқан 300 шақырым Боржомеден Тифлиске такси жалдап жеке келдім деп басталатын тақпағының соңын береке тапсын барлық бастамасы, Тоқаевтай байламы бекемердің деп аяқтаған. Мұнысын көпшілік жаңа билікке жағыну деп түсінді. Алайда ақын жаққан әтірдің иісі Ақордаға жетпеді ме? Жоғары биліктен Тазабекті іздеген ешкім болған жоқ. Сондықтан айтыскер билікті былай ысырып қойып, қоғамға қойып кірер жол іздеп жатқан сияқты. Қасиетті Рамазан айы құлшылықты қаржымен байланыстыратындар үшін өте қуанышты жаңалықпен басталды. Өйткені әрбір мұсылман арман ететін жәннат бағының билеті қанша тұратыны белгілі болды. Бір қызығы, арғы дүниеде армансыз болғысы келгендер ақшасын теңгемен емес, доллармен жинағаны дұрыс сияқты. Жәннатты сатып алатын адамдар болады. Білесіздер ма? Қажылыққа $7,000 ақша беріп, жәннаттық болып келетін адамдар бар. Олар жәннатты сатып алғандар. Жәннатты тірі кезінде сатып алған адамдар олар. Бірақ олар фенғайда $7,000 төлеп өтіп деп міндетсінбейді олар. Шынымен жәннатқа барғысы келетін адамдар ешкімге ештеңені міндетсінбегені жөн. Бірақ осыны айтып тұрған кісі есепті дұрыс білмей ме, әлде теңгенің ол жақта құны жоқ па? Әйтеуір ұлттық валютамен барсаңыз, ол жақта 2 есе артық төлеуіңізге тура келеді екен. $400 дегенің 700 мың дейші. 700 мыңның ақшасын бересің, 7 миллиардтың проблемасын шешесің. 700 мың теңге бересің, 7 миллионмен құтылмайтын бәлелерден құтыласың. 700 мың теңге бересің, жәннатты сатып алды деген пайғамбарымыз бір сахабаны көрсетті. Анау сахаба
жәннатты сатып алды деген. Дін өкілі әрі блогер Жанаділ Райымбековтың екпіндетіп сөйлегеніне қарағанда қажылыққа өзі де бірнеше мәрте барып келген секілді. Демек, қолында жәннаттың билеті бар деген сөз. Алайда 700 мың беріп, Меккеге барған адамдардың бәрі жәннатқа кіретін болса, халықтың байлығын тонаған жемқорлар түгел жәннаттық бола ма? 700 мың тұрмақ 70 мың теңгенің басын құрай алмай, битін сығып, қанын жалап отырған қарапайым халыққа ол жақтан да орын тимей ме? Мұның жауабын енді мүфтият беретін шығар деп ойлаймыз. Айнұр Тұрсынбаеваны түрмеге қамау керек. Әлеуметтік желіге тараған ашулы әйелдің бейнежазбасы көрген жұртты айран асыр етті. Оқиға Атырау облысында болғанға ұқсайды. Өйткені бейнежазбаны түсірген адам Құлсарының әйелдерін құл қылады деп Айнұр Тұрсынбаеваны айыптаған. Айнұр Тұрсынбаева бүкіл Қазақстанды құртып жатыр. Президент сізге жолдау. Мына Құлсарының әйелдері қор болады. Мына ол бақабес еше олаздай. Мына даладан мынау ешқандай да пайда жоқ халыққа. Ішіне нават салып қойып халықты алдап жатыр. Қайдағы ақша ол? Бір шайды өзіңе беріп бір-біріңді алдатады болды. Тоқтатсын мына Айнұр Тұрсынбаева түрмеге қамау керек басқа. Айнұр Тұрсынбаеваның мына компаниясы бұл ештеңе емес. Еще бүкіл Қазақстан етін бақабес қылып шығарады. Бәрі оранып, қап-қара кейін. Мына біздің перизаттарда соның істегені ғой. Еще арабтар бұларға ақша төлейді ғой. Ана әрбір қыздарын болса киіндіп суреттерін жібереді еді. Бүкіл ана шайға бес ол арабтың ақшасына қысып отқан әйел ғой ол. Ерінбеген етікші болады демекші Айнұр Тұрсынбаева айтыстан кейін тренинг сабақтарды қолға алып әйелдерге ақылы кеңес беретін. Кейін желілік маркетинг компаниясын ашты. Мұны біреулер аңғал әйелдерді қармаққа түсіретін жүйе деп сынады. Бірақ жоғарыдағы әңгіме Айнұр Тұрсынбаеваның сұңғыла атты шайына қатысты секілді. Өзі ет пен шайдан ешқашан жалықпайды, сондықтан біз сұңғыланы капсула емес, бальзам емес, тек қана осы шай түрінде шығарайық деп шештік. Әмі сондай тамаша. Сұңғыланы бір жыл ішкен адамның бойында ешқандай ауру қалмайды деп біздің мойынқұмның ақсақалдары айтады. Ендеше ашу шақырып жүрген әйел Айнұр Тұрсынбаевамен алысқанша неге оның сұңғыла шайын ішіп денсаулығын түземейді? Мұның ықтимал бір себебі бар. Өйткені әлеуметтік желіде бата бергіш Бағдагүл атанған бұл кісі де қара жаяу емес. Сырқаттарға бата беріп дертінен айықтырады. Достар, қайырлы күн. Біз киелі Маңғыстау жеріндеміз, Ақтаудамыз, ем алып жатыр. Алғыс айтушылардың саны өте көп. Қалайсың жаным? Шүкір, жақсы. Мына балам сөйлемейтін еді. Сіздің 3 инстаграмға батаңызды алып, осы балам жайлап сөйлеп бастады. Қысқасы, Айнұр онлайн кеңес беріп, шаймен емдесе, Бағдагүл бата беріп, жаймен емдейді. Бұлай қарасаңыз, екеуі де елге пайдалы шаруамен айналысып жатқанға ұқсайды. Ендеше жоғарыдағы не дау? Желі қолданушыларының бірі екі қыз клиентке таласып жатыр десе, енді бірі аймақты бөлісе алмай жүр деген пікір қалдырыпты. Анығын екі қыздың іші біледі. Қостанай облысының ең блатной адамы белгілі болды. Қымбат көлікті тізгіндеген оны жол полициясы қызметкерлерінің қанша уақыт қуғаны белгісіз. ЗТБ порталында жарияланған бейнежазбаға қарағанда дауыс ұлғайтқышпен бірнеше мәрте ескерту жасалған соң ғана Lexus көлігі жол жиегіне тоқтаған. Сіздіңше осыдан кейін не болуы керек еді? Әрине, полиция хаттама толтырып айыппұл салуы керек. Жүргізуші ішімдік ішсе, көлікті айыппұл тұрағына әкетуге құқы бар. Ал енді Қостанайдың полицейлері не істегеніне қараңыз. Ты недавно работаешь, да? Порядка уже 3 года. Где ты работаешь 3 года? Здесь. Где ты здесь работаешь? Вроде. Что ты 3 года, блядь? Я оттуда не работаю. А что ты так разговариваешь? Подожди. А что ты? Ты работал в ГАИ, получается, да? Я работал, блядь, больше, чем ты там работал. Ты в ГАИ работал, да? 11 лет проработал, но... Ну, а можно же остановиться, у тебя превышение, смотри. Какие номера? Гаишные. Гаишные, не пробивается ничего у тебя. Да, давай.
Қызығы осыдан кейін Қостанайдың блатной жігітін қоя бере салған полицейлер жұмыстан қуылған. Сонда анау дөкей кім? Айтсам күлуіңіз мүмкін, айтпасқа тағамал жоқ. Қымбат көлігіне крутой нөмір таққан жігіт Ішкі істер министрлігі академиясының магистранты болып шыққан. Ол да оқудан қуылыпты. Мұнысы өте дұрыс болған. Өкініштісі, қорқытқан адам қорыққандарды да қосағына ала кетті. Бұл енді полиция үшін өте ұят. Ағайынды Нығматуллиндерге тықыр таянды ма? Мұндай сауал мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматуллиннің туған ағасы Арғын Нығматуллинге іздеу жарияланған соң туындады. Бас прокуратураның дерегінше, Арғын Нығматуллин Қарағанды облысында хоккейді дамытуға бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінген. Сонымен қатар прокуратура осы іс бойынша экс-спикердің ағасынан басқа бірнеше тұлғаларға қатысты қылмыстық істер келіп жатқанын жеткізді. Ал Арғын Нығматуллин Қазақстанда болмауына байланысты іздеу жарияланған. Нығматуллиндердің ең мықтысы Нұрлан Нығматуллин Назарбаевтың ең сенімді серіктерінің бірі болған. Қаңтардан кейін қызметінен кетті. 3 шақырылым төраға болдым. Ең алдымен елбасымыз Нұр Отан партиясының негізін қалаушы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа, қазіргі мемлекет басшысы, партиямыздың төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа шын жүректен алғысымды білдіремін. Нұрлан Нығматуллиннің сыңары Ерлан Нығматуллин де ескі Қазақстанның тұсында есіп жүрді. Мәжіліс пен Сенатта депутат болған. Азаттық радиосының Дубайдағы Қазақстан зерттеуінде Нығматуллиндердің Біріккен Араб Әмірліктерінде ондаған жылжымайтын мүлкі бар екені көрсетілген. Ағайынды Нығматуллиндер Қарағандыда рейдерлікпен айналысты деген әңгімелер де аз айтылған жоқ. Сондықтан бұл іздеу салудың басы болуы да ғажап емес. Ал Ақтауда қойды шанаға салып, қазақша экстрим жасақсы келгендер жұрттың ашуын тудырды. Биыл Ақтауда соңғы 10 жылда жаумаған қар түсіп, тұрғындардың төбесі көкке жетті. Көк мұзда сырғанақ теуіп, балаша қуанғандар жетерлік, алайда кей тұрғындар дәстүрлі сырғанақты былай қойып, қойды шанаға салып алып сырғанаған. Желіге тараған видеоға зер салсақ, бір жас жігіттің қойды шанаға отырғызып, төбеден бірге сырғанағаны байқалады. Жануар құлап қашуға тырысқанымен, экстремалды спортқа қызыққан азамат оны қайта ұстап шанаға мәжбүрлеп отырғызады. Видеоны көрген кейбір желі қолданушылары бұл көрініске күліп, қой травма алды, психологқа апару керек деп қалжыңдаса, кейбірі мұны жануарға жасалған мазақ деп санады. Әрі кінәлілерді жазалауды талап етті. Көп ұзамай полицейлер әлгі жануардың иесі делінген азаматты ұстап алып, видео арқылы кешірім сұратқан. Қойды жарнамалау мақсатында видео түсірген болатынбыз. Самал ауданында қоймен сырғанаған болатынбыз. Жалпы қоймен сырғанау мақсатында бір жанға сыйлағымыз келді. Сол қой, жалпы қойдың жағдайы жақсы, бәрі болмаған, еш жер сынбаған. Маңғыстау тұрғындарынан Ақтау қаласынан кешірім сұраймыз. Енді қайталанбайды. Жерлестерінен кешірім сұрап ақталған азамат қойдан кешірім сұрады ма жоқ па, ол жағы белгісіз десе де, желі қолданушылары полицейлердің бұл тірлігіне қайран қалды. Шанада отырып, қойды қорлаған адамға кешірім сұратудың орнына мүлдем бөлек адамның үндеуін жариялады деп сөкті. Сөйтсек, қоймен экстрим жасау жергілікті ет сататын компания директорының идеясы болып шыққан. Ол нағыз қазақша экстрим. Ақтауда сирек жауатын қардың құрметіне ерекше байқау өткіздік. Кім бірінші қойды ұстаса, сол жеңімпаз. Бұл сыйлық оразаның бастауы үшін берекелі тарту болсын деп конкурс ұйымдастырған. Дәл осы атмосфераны пайдалана отырып, сіздерге тағы да бір қойды ойнатқалы отырмыз. Конкурсқа қатысу шарттары өте жеңіл. Осындағы бір жанға тарту өтетін боламыз. Қойды бірінші босатып жібереміз. Кім қай батыл жан ұстаса, сол кісіге тарту өтетін боламыз. Кет. Ақтаулықтар ендігәрі жануарларды бұлай қорламасын десек, өңірде жиі-жиі қар жаусын деп тілейік.
Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын талай жылдан бері дәріптеп келген Хабар телеарнасы ұзақ үзілістен соң қайта көрсете бастаған Тоғысқан тағдырлар сериалында экс-президенттің портретін бұлыңғыр етіп тастады. 10 ақпанда Хабар арнасы 1996 жылдан 2000 жылға дейін түсірілген культтік телехикаяны YouTube'те көрсете бастады. Бірақ 20 сериядағы эпизодта бұрынғы президенттің портретін бұлыңғыр етіп қойған. Это у нас сюда. Сюда. Поехали. Желі қолданушылары арна басшылығының бұл әрекетін 200-лікке балап, әбден мазақ етті, ал агенттік бұл жайтты техникалық қателік деп ақталды. 20 сериядағы эпизодты цифрландыру кезінде техникалық қате кетіп қалды. Біз осы жағдайды жедел түрде түзеттік, эпизодты мұқият қарап кемшілікті көрсеткен көрермендерімізге алғысымыз шексіз деп хабарлады агенттік өкілдері. Кім не деп ақталса да, Хабардың өзі 30 жылдай мадақтап келген экс-президенттің суретін осылай бұлыңғырлатса, басқаларға өкпе жоқ шығар. Астанаға көшіп келетіндер санын шектеу мәселесі қайта көтерілді. Бұл жолы мұндай бастаманы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин көтерді. Оның айтуынша бас қала басқа жақтан келгендерге толып кеткен. Соның салдарынан қазір барлық инфрақұрылымда тапшылық бар. Жазда халыққа су жеткізуде мұң дейді. Бұл мәселені шешу үшін вице-премьер көші-қонды шектеп, халық санын бақылау қажет және адамдарды басқа аймақтарға көшіру керек деп отыр. Естественно, попытка его все-таки каким-то образом ограничить. Почему? Потому что есть Астана, есть астанинская агломерация. Понятно, что она будет расти, но что касается Астаны, то во всем мире столицы это такие достаточно компактные образования. Если брать там столицы различных городов мира, там 200-300 тысяч человек проживает. В Астане уже скоро, наверное, 1,5 миллиона будет проживать, если брать там с миграцией, да. Поэтому нагрузка достаточно серьезная идет на инфраструктуру и так далее. Поэтому я не считаю, что здесь закон, наоборот, рассчитан на то, чтобы каким-то образом поток ограничить и распределить его равномерно между остальными регионами Казахстана. Жұманғарин мырза, ары кетсе 300 мың халық тұрады деп, қай мемлекеттің астанасын меңзеп тұрғаны белгісіз. 20-30 миллион адам тұратын өзге астаналардың басшылары бұл масқараны естімесін дейік. Жұманғарин мырза сонымен астанаға ағылып жатқан адамдарды басқа өңірлерге қалай бөлуге болатынын түсіндірген жоқ. Есесіне Астанаға арман қуып келгендердің пропискасы қалай шешілетінін тәптіштеп тұрып айтып берді. Тәжірибе көрсеткендей, тұрғын үй иелері үйінде нақты тұрмайтын жүздеген азаматтарды тіркеу фактілері бар. Астана қаласының пәтерлерінің бірінде 800-ден астам адам тіркелген. Жалпы айтқанда 924 осындай мекенжай анықталды. Осы мәселені шешу мақсатында елорда аумағында тұрақты және уақытша тұратын жері бойынша тіркеу нормативін бекіту, яғни мәслихатпен алдағы уақытта бір азаматқа қанша шаршы метр тиесілі екенін белгіленетін болады. Астана аумағында бір мекенжайды нормативтерден артық тіркеуге тыйым салу бойынша өзгерістер енгізу ұсынылады. Бұл ретте тіркеу нормативтері тұрғын үйдің меншік иесінің және жұбайының жақын туыстарына қолданылмайтынын атап өтеміз. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу аясында тұрғын үйлерде тіркелген және тұрмайтын жеке тұлғаларды тіркеуден шығармағаны үшін тұрғын үй иесіне жауапкершілік күшейтілетін болады. Естеріңізге сала кетсек, Астанаға көшіп келетіндер санын шектеу мәселесі біраздан бері көтеріліп келе жатыр. Былтыр Астана қалалық мәслихатының депутаты Азамат Айтқожин Астана резеңке емес, блок-бекет орнату қажет деген ұсыныс айтып, қоғамда қызу дау тудырған еді. Бәрі келіп Астанаға келді, как будто Астана действительно резиновая. Жалпы бұл мәселенің жиі-жиі көтеріле бастағанына қарап, Астананың айналасына түбі қоршау қойылып тынама деген күдікте жоқ емес. Бұл Жұманғарин қойған қоршау болама, әлде басқаныкі болама, оны уақыт көрсетер. Ал біз не дейміз? Нөлден бастап салынған Астанаға адам сыймай жатыр, инфрақұрылым жарамай жатыр деген сылтау билікке үлкен сын дейміз. Талдықорғанда жер үйдің гаражында жарылыс болып, 2 адам зардап шекті. Қатты дүмпуден күлге айналып, баспананың бір бөлігі қирап қалған. Оқиға былай болған. 40 жастағы Павел Гунькин есімді әскери қызметкер қыздарын мектепке апармақ болып, таңертең гараждағы көлігін оталдырған. Сол сәтте көлігі жарылып, гаражбен қоса баспанасы да қирап қалған.
Зардап шеккен әскери қазір ауруханада жатыр. Дәрігерлер оның денесінің 20%-дан астамы, яғни бет жүзі, қолдары мен аяқтары және арқасы күйгенін хабарлады. Ал оның жанында болған 12 жастағы қызы топырақ үйіндісінің астынан табылған. Жеткіншек те жарақат алған. Төтеншеліктердің алдын ала мәліметі бойынша жарылысқа көлікке орнатылған газ баллондары себеп болған. Талдықорған қаласы Еркін ауылы жатырту орнына келіп жеттік. Оқиға орнына келу барысында газ қондырғысы орнатылған гараж ішіндегі автокөліктің газ жарқылы орын алу салдарынан қосымша салынған құрылыс ғимараты зардап шекті және бір адам оқиға орнынан жедел жәрдем қызметкерлерімен ауруханаға жеткізілді. Бұл аптадағы айтулы оқиғалар тізбегі міне осындай. Ал сіз қалай ойлайсыз? Жұмақты саудалаған блогердің әрекеті қаншалықты орынды? Осыған қатысты пікіріңізді видеоның астында қалдырыңыз және біздің Қазақ Айранға жазылуды, видеоны таратуды ұмытпаңыз. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұндағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз. Бұл маңызды.